Қызылорда қаласы, Фима Скаткова көшесі. Бүгінгі біздің кезекті түсірілімдегі пәтер Мүсірепова 10-шы үй. Жалпы бұл үй қалалық БТИ-ға қарама-қарсы орналасқан. Бұл үйдің салынған жылы 1985. Көретін пәтеріміз 3-ші қабатта орналасқан 3 бөлмелік, жалпы ауданы 47 шаршы метрді құрайды. Үйдің ауласында балалар ойнайтын футбол алаңы, және көлікке арналған тұрақтар, және де жаттығу алаңы орналасқан. Енді үйдің ішкі бетіне қарай өтеміз. Пәтердің кіреберісі. Кіреберіс жалпы өте кең, байқап тұрғандарыңыздай. Кіреберіс дәліз десек те болады. Осы кіреберістің оң жағында прихожка шкафы орнатылған. Және осы кіреберіске қарама-қарсы үйдің қонақ қабылдау бөлмесі. Үйдің жөндеу жұмысы орташа, таза. Пәтердің жалпы ауданы атап кеткенімізде 45 шаршы метрді құрайды. Осы дәлізден солға қарай үйдің бірінші жатын бөлмесі. Жатын бөлмесі жалпы кең, салыстырмалы түрде. Және осы жатын бөлменің бойында баршамызға белгілі проект. Және осы дәліздің бойында баршамызға белгілі проект, яғни санузел, толықтай кафедегі жуыну бөлмесі. Оның тұсында әжетханасы орналасқан. Және одан кейін үйдің ас бөлмесі. Ас бөлмесі шағын, және оның арғы тұсында үйдің лоджиясы орналасқан. Осындай ұзын лоджия, яғни жалпы үйдің барлық бөлмелерін аралап шықтық. Үйді көру жөнінде көрсетілген телефон номеріне хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет.